Пайғамбарымыз айтады: "Ма минкум мин ахадин ятавадда". Қайсы біреулерін дәрет алып келсеңдер, және де дәреттеріңді керемет қылып алатын болсаңдар, кейін дәреттен кейін ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деген осы калима шахадатты айтатын болса, илля футихат лаху абуабал джаннати самания ядхулу мин аййихима шадид. Оған жәннаттың 8 есігінің барлығы ашылады, қалағаннан кіреді дейді. Жәннаттың 8 есігі ашылады, қалағаннан кіреді. Мына бізде көп амалдардың арасында ла илаха иллаллах, осы бар ғой, калима шахада жүреді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деген шахада көп амалдың жанында жүреді. Білесіздер, пайғамбарымыздың хадисі бар. Иман дейді, 70-тен аса бөліктен тұрады дейді. Оның ең жоғарғысы ла илаха иллаллах болатын болса, ең төменгісі жолда кедергі болып тұрған тасты алып тастау дейді. Ғалымдарымыз айтады, жолда кедергі болып тұрған тасты көріп қалған кезде, оны алып тастайын деп жатқан кезде, ла илаха иллаллах деп айтуды ұмытпа. Иманның ең жоғарғы төменгі дәрежесіндегі амалды жасап жатып, иманның ең жоғарғы дәрежесіндегі амалды бірге айтып істе дейді. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама, қарап отырсаңыздар, дәрет алғаннан кейін осы калиманы айтуды үгіттегенде, кішкентай амалдың жанында үлкен нәрсе қосып қояды. Сол үшін тіпті пайғамбарымыздың үрдісі болған ғой, кішкентай нәрсе сұрағанда, кішкентай нәрсені айтып жатып жанына үлкен нығметті қосып жіберетін. Мысалға, тамақтан кейін альхамдулиллахи лази ат'амана ва сақана дейді. Я Аллахым, саған мақтау мадақ болсын. Сен бізді тамақтандырдың, сен бізді сусындандырдың. Ва жаалана минал муслимин. Және де үлкен нығметті қосып қояды. Және де сен бізді мұсылман қылдың деген. Сен бізге иман бердің деп қояды. Яғни қарап отырсаңыздар, иман деген әңгіме пайғамбарымыздың әрбір ғибадатында, құлшылығында, әрбір амалында, дұғасында жүрген нәрсе.